Кешкі асқа тездетіп біздің ең сүйікті бисквитімізді жасай қойдым. Өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Алдымен 4 жұмыртқаға қантымызды қосып жақсылап миксермен араластырамыз. Алдымен пешіңізді қыздырап қоя беріңіздер. Одан кейін осы массамыз осындай деңгейде көпіршігенше дейін араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды, сүтімізді және де сгущенкамызды құятын боламыз. Астыға рецептің барлығын жазып кететін боламын. Барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін қопсытқыш қосылған, ванилин қосылған ұнымызды салып тағы да араластырамыз. Формамыздың жан жағын майлап, сұйықтығымызды құйып, пешімізде 180 градуста 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Бір жасағаннан ақ осындай өте дәмді пышный болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет деп ойлаймын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.